ерке қызы біржанның қызы аяғы мен боламын. Дәстүрін елдің сақтаған бас иіп халқыма сәлем беремін. Руым қазақ ісінде сәдігі Самаран ата немересін. Әкем менің Біржан, анам менің Нұржамал. Бүгінгі байқауға келіп қалдым. Тәсенов мектебінің 1-ші А сыныбы атанамын. Сәлем сөздің анасы, армысыздар халайық. Қасиетті Баянауылдың тумасы, арайлы Аршалының тұрғыны, әдемі Аярудың анасы, Қабиден қызы Нұржамал мен боламын. Аяруым ақылды, айтқан тілді алады. Қыз еркем, анасымен көркем сайысына, анасымен өз өнерін ортаға салады. Халқымды мақтап көңіл шарқырды, дәріптеліп дәстүрін сақтай білем салтымды. Айтыс күре саламан алаш сүйіп қараған, көкпар тартыс әнмен күй қалған нұра бабадан. Ата дәстүр салтымды танытатын нарқымды, аманаттай көремін бұзбай адаландымды. Жігіттерін артылға арығы тең алдымда, қастерлеген тарихын қазақ атты халқымда. Хей, 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 бұл қазақи дәстүр. Хей, 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 бұл біздің қазақ салт дәстүр. Хей, 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 бұл қазақи дәстүр. Хей, 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 бұл біздің қазақ салт дәстүр. Шалқып көңіл шарқырған, көмейде ән балқынған, айналайын ақ жарқын қазақ атты халқымда. Салт дәстүрім сарқылма, жасын атап жарқылда, білгін келсе қазақты күйін тыңда, ән тыңда. Хей, 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 бұл қазақи дәстүр. Хей, 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 бұл біздің қазақ салт дәстүр. Хей, 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 бұл қазақи дәстүр. Хей, 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 бұл біздің. Анасы, не істеп жатырсыз? Келе ғой қызым, мен құрт жайып отырмын, маған көмектесе ғой. Қызым, сен төрге шық, жоғарыға шық. Қазақта қыздарды жоғарыға отырғызған. Қыз қонақ деп айтады. Қане, төрге шыға ғой, отыра ғой. Бұл құрт біздің қазақ халқының ұлттық тағамы. Осылай құртты әдемілеп жаямыз. Сен маған көмектесе ғой. Қызым, сен білесің бе, құртты неден жасаймыз? Сиырдың сүтінен жасайды. Дұрыс айтасың, қызым. Сиырдың сүтінен жасалады. Енді осы құртты жасау үшін біраз еңбектену керек. Ең алдымен сиырымызды сауып, жаса, көмектесе ғой. Сиырымызды сауып, ол сауған сүтімізді тартып, ол сиырдың сүтін сауып, содан кейін ол сүтті тартып, тартқан сүтті жылы жерге қойып, оны ұйытамыз. Сол ұйыған іркітті сары суынан сүзіп, үлкен қазанға қоюын салып, ұзақ қою болғанша қайнатамыз. Одан кейін барып оны қапқа саламыз да, оны керегеге іліп сорғытып қоямыз, қызым. Ол осындай міне қою болған кезде біз осы құртты осылай жайып кептіреміз. Немесе бұл құртты осылай жұмсақ күйінде де сақтауға болады. Қыстың күні сорпаға қосып ішкенде адамның денсаулығына өте пайдалы болады. Қызым, саған құрт жасау ұнады ма? Иә. Сен ананың қолғанатысың, иә? Істегенін маған жақсы, білгенін өзіне жақсы болады. Құртты әртүрлі пішінде жасауға болады. Мен мысалы қолмен сықпа құрт жасап отырмын. Ал сен? Домалақ.
домалақ. Дұрыс. Домалақ пішіндес құрт жасап отырсың, я? Өте керемет қызым. Қандай көмекші қызым менің. Енді осы құртымызды қазір жайып, әдемілеп жасап болғаннан кейін оны кептіруге қоямыз, я? Кеуіп дайын болған құртты сақтап қоюға болады. Оны сосын тойға барғанда шашу ретінде де шашуға болады. Бұл құрт білесің бе қызым, өте пайдалы. Адамның денсаулығына өте пайдалы. Әсіресе кішкентай балаларға пайдалы. Бұның құрамында кальций бар. Ал кальций ол сүйекті қатайтады. Тамаша екен. Сен құрт сорпа ішкенді жақсы көресің ғой, я? Я. Кешке мен сендерге ет асамын. Сол кезде сол еттің сорпасына осы құртты қосып ішеміз. Мен сорпаны жақсы көремін. Дұрыс қызым. Енді сол сорпаға құртты қосып ішсең, сенің бойына көптеген дәрумендер сіңеді. Сен өте әдемі ақылды қыз болып өсесің. Денің сау болып, ауырмайтын боласың. Ал енді міне құртымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Қызым, қазір біз екеуміз сенімен мына жүннен кішкене текемет жасаймыз, я? Енді қазір біз ең бірінші осы киіз басуды үйренеміз. Адасып, жүнді қайда да алады? Айару жүнді қойдың жүнінен алады. Меранос қойдың жүні болады. Сосын, мысалы, қара қой, қазақи қойлар бар. Солардың жүні табиғи жүн болып табылады. Енді осы жүннен мен саған бүгін киіз басуды үйретемін. Ал сен маған көмектесіп отыра ғой, жақсы ма, қызым? Я. Кел, маған жүнді алып көмектесе ғой. Бірінші бізге киіз басу үшін ақ түсті жүн және боялған жүн керек. Содан кейін барып бізге міне сабын керек оған, және де міне жылы су керек. Осы құралдармен қазір киіз басамыз. Сен маған осы жүннен қысқа қылдырып үзіп беріп отыр. Жақсы. Анасы солай үзген жарай ма? Тамаша. Әне, тағы да бере қойнаған. Кішкене молынан алсан да болады. Дұрыс. Сен менің қылған атымсың. Маған киіз жасаған ұнап жатыр. Жақсы қызым, сен өскенде ісмер боласың. Ананан үйреніп алсан, өскенде сосын оны өзің жасайсың. Қане тағы да келе ғой. Міне, енді біз шынын келтірдік. Бізде қызым қошқар мүйіз оюы. Енді осы қошқар мүйіз оюын басқа түстен жасау керек. Сен қандай түсті қалайсың? Қызыл түсті. Жақсы, онда біз қызыл түсті жүннен осы қошқар мүйізін жасаймыз. Қане, сен маған тағы да осы жүннен үзіп беріп отыр. Я, дұрыс. Дұрыс, оны алсын. Жақсы.
Енді біз оюымызды дайындап болдық. Енді осы жүннің үстіне осындай тесік сетка материалды қоямыз. Осылай қойып, енді суымызбен осы жылы сумен үстінен бастырамыз. Бастыра ғой. Барын ұстап басады. Жақсы. Мына жағына ақ түсуге бастыр. Қайтадан сулап ал. Қайтадан. Сырау. Жақсы. Енді шектерін ақ түсуге бастыр. Жақсы. Керемет, енді сабынды қолданамыз. Сабынды осылай тоқтат. Мына сабынды осылай суға батырып, осылай үстіне жағамыз. Жаға қой. Қызым, бұл бізде осылай екі жүн бір-бірімен жабыссын деп осылай сабынды қолданамыз. Осылай жақсылап оны айлап аламыз. Қане, қызым. Жабысып отыр ма? Жабысады. Қане, енді әжелеріміз осылай киіктен кемер, сырмақ жасаған. Осылай. Енді мына немізді, ойымызды осылай білек киіміз қазір. Осылай шидің үстіне кептіріп қоямыз. Біздің міне қолөнеріміз дайын болды. Міне қызым бізде осындай әдемі печенье пайда болды. Айтсын. Қандай әдемі. Даусын шығарады. Қандай әдемі. Я, көрдің бе қызым? Бізде осындай ою өрнекті пайдаланғанда кез келген бұйымның ажарын аша түседі. Болды.